Армысыздар. Әдеттегідей латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін таныстырамыз. Бүгін М әрпіне тоқталамыз. М әрпі латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінде 15-ші таңба. Бүкіл латын әліпбиінде ол М деп дыбысталады, ал қазақша дыбысталуы М. Жазылуы да барлығында бірдей, тіпті кирилл жазуында да дәл осылай таңбаланады. Сондықтан еуропалықтар болсын, славяндықтар болсын, бұл әріптің қалай оқылатын бірден біледі. Бұл әріптің шығу тарихы тіптен қызық. Оның кәдімгі сумен байланысы барын білесіз бе? Судың қандай қатысы бар деп отырған шығарсыз. Онда мұқият тыңдаңыз. Барлық жазудың атасы финикиялықтар ол әріпті ежелгі мысырлықтардың иероглифтерінен алған. Мысырлықтар толқынды осылай таңбалаған. Финикиялықтар болса суды, яғни олардың тілмен айтқанда мемуды осылай таңбалаған. Уақыт өте келе толқын қысқарып, М әрпі ретінде қалыптасқан. Және бұл таңба көптеген әліпбилерге кірген. М әрпі сондай-ақ физикада да қолданылады. Естеріңізде болса, онымен біз салмақты таңбалаймыз. Сондай-ақ ол өлшем бірлігі ретінде де қолданылады. Яғни метр. Күнделікті өмірде барлығымыз қолданамыз. Ал Рим санында ол 1000 деген санды білдіреді екен. Осылайша М таңбасының қолданылу аясы кең екенін білдік. Ал қазақ тілінде М әрпі кең қолданысқа ие. Бұл әріптен басталатын сөздер кісі есімдері, ел аттары жетерлік. Тіпті танымал тұлғалардың өзінде тізбектеп шықсақ болады. Мысалы, Мағжан, Міржақып, Мұхтар, Мұқағали деп кете береді. Осы қадірлі тізімнің ішінде қазақ руханиятына еңбек етіп жүрген ірі тұлға бар. Ол Мұхтар Мағауин. Мұхтар Мағауин 1940 жылы 2 ақпанда Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Башатас ауылында дүние есігін ашқан. Ол Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітіріп, еңбек жолын Қазақ әдебиеті газетінен бастаған. Жазушы баспасында бас редакторының орынбасары, кейін бас редакторы және Жұлдыз журналының бас редакторы қызметтерін атқарған. Мұхтар Мағауин саналы ғұмырын шығармашылыққа арнаған жан. Шығармаларының ішінде оқырманның қолынан түспеген сүбелі еңбегінің бірі Аласапран трилогиясы. Онда жазушы қазақ тарихындағы Тәуекел ханның тұсын суреттеп, тарихтан талай дерек келтіреді. Сол тұстағы қоғамдық әлеуметтік жағдайды, халықтың тұрмысын, хал ахуалын асқан шеберлікпен баяндайды. Бұл шығарма үлкен ізденістің жемісі, қазақ әдебиетінің мол олжасы. Аласапран тарихи роман дилогиясы үшін жазушыға Қазақ КСР-ның Абай атындағы мемлекеттік сыйлығы берілді. Мағауин Қазақстанның халық жазушысы атағын алған санаулы қаламгерлердің бірі. Оның Аласапраннан бөлек Көк мұнар, Шақан шері, Мен, Жармақ және Шыңғысхан романдары жарық көрді. Қазір жазушы Алтын Орда тарихына арналған жаңа бір шығарманы жазу үстінде деген ақпар бар. Қазір жазушы елімізден алыста, Прага қаласында өмір сүріп жатыр. Елден жырақ өмір сүріп жатса да, халықтың мұңы, уайымы қаламгердің басты қағидасына айналған. Қазақ руханиятына және өзге де тіл, діл мәселесіне қатысты ойларын ол арагідік баспасөзге жариялап тұрады. Мұхтар Мағауиннің шығармаларын ой тарасына салған әріптестері оның туындысына былай деп баға береді. Ол қазақ әдебиетінің асқақ биігі, сөз салтанаты, сөйлем мерекесі, ой бақты өмір сүретін жер. Керемет теңеу, солай ғой. Мағауинді оқымай, ұлт руханияты майданында биікке шығандап, көкке самғаймын деу әбестік болар еді дейді жазушылар. Олай болса, бір заманда, бір уақытта өмір сүріп жатқан жазушының шығармаларын оқуға кеңес береміз. Қымбатты көрермендер, біз бүгін М әрпі туралы мағлұмат білдік. Осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.